Шәкәрім Құдайбердіұлы, анық пен танық. Ойлаңыз, ақыл білім қайда болмақ? Денеде қандай орын жайда болмақ? Білу, нану, ұнату, ақыл ісі, қайтсе зиян қайткенде пайда болмақ. Тән сезіп, құлақ естіп, көзбен көрмек, мұрын үйез, тіл дәмнен хабар бермек. Бесеуінен мидағы ой хабар алып, жақсы жаман әр істі сол тексермек. Ой сонда неше толғау шимай салмақ, қайтсе жөні болар деп өлшеуге алмақ. Дәл солай қылайын деп ұнатқанда, ғаділетті жүрегің бір қозғалмақ. Бір билік сол жүректен шығарылмақ, денеге ол шымырлап әсер қылмақ. Ойыңды дұрыс деме, теріс деме, сол арасын анықтап байқа бірақ. Жарайды деп ұнаса бас иземек, жек көрсе жиіркеніп дірілдемек. Жүрегіңнің тілі жоқ, ымбалы сол, ұғып алда бола көр соған көмек. Қазақта жоқ ақыл мен ой бекітпек, нәпсін атса болғаны бәрі бітпек. Тәуекел деп ат қойып ықтый малға, байлауы жоқ нәрседен пайда күтпек. Табамын деп талпынып ойын алмақ, өз әлінше одағы сынға алмақ. Аз ойланса қазақтың басы қатып, зиян істі пайда деп қойып қалмақ. Ықтималдың есігі екеу болмақ, ішіне пайда зиян бәрі толмақ. Нысананы сығалап, дәлдеп атпай, көзін жұмып оқ атқан қайтып оңбақ. Іс қылады таптым деп біздің қазақ, онан көрген пайдасы болады азақ. Аяғында ол ісі зиян шығып, көрінгенге күлкімен болар мазақ. Арам ойлап ар сатып, үзіп жылмақ, міне пайда қылдым деп мақтан қылмақ. Біреу білген айланы біреу біліп, өзі құрғандарына одасылмақ. Шолақ ойлап шолтаңдап, сырттан сымақ, аса мықты жан шығып көзге дымақ. Аударысып жүргенде ауып кетіп, абыройың ашылар байқа шырақ. Шолақ ойдың аяғы осы болмақ, біраз күнге көңілдің хошы болмақ. Арсыз, арам, асығыс, айлакерлік, мұның бәрі шайтанның досы болмақ. Құдай кешер Алла деп күнә қылмақ, ар кетіріп, ант ішіп, жан сатылмақ. Не жалғанда немесе ақыретте оңалмастай өкпеден бір атылмақ.